Ал Елордада 26 жастағы жігіт дәріхана сатушының тамағына пышақ тақап, қорқытып, кассадағы ақшасын алып кеткен. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Полицияның мәліметі бойынша оқиға Бауыржан Момышұлы даңғылындағы дәріханада болған. Қаскөйдің алғаны 30 мың теңге. Ізгескен полицейлер күдіктіні тауып пышақ пен ақшаны тәркіледі. Ұсталған ер адам кінәсін мойындады. Қазір қамауда отыр. Подозреваемый, зайдя в аптеку под предлогом приобретения лекарства, напал. Тергеу барысында кешкі сағат 10-ның шамасында дәріханаға маска тағып алған белгісіз ер адамның кіріп, бірінші дәрі сұрағаны анықталды. Одан кейін фармацевттің тамағына пышақ тақап, кассадағы ақшаны беруін талап еткен. Ақшаны қолға алған соң ізін суытқан. Жедел қызметкерлер бейне бақылау камераларының көмегімен күдіктінің жасырынған тұсын анықтады. Күдікті қолға түсіп, қазір оған қатысты қылмыстық іс қозғалды.